Саламатсыңдар ма балалар? Бүгін сендермен 5-ші сыныптың ағылшын тілінің жұмыс дәптерін талдайтын боламыз. Бүгін сендермен 11-ші беттегі жаттығуларды орындаймыз. Бірінші тапсырмада бізде, яғни болымсыз түрін қою керек боламыз. Бірінші бізде Стамбул Түркияның астанасы емес, яғни isn't. Екінші, Тимур мен Серік шахмат класына бармайды, яғни олар көпше түрде тұр. Not жалғауын жалғаймыз. Үшінші, яғни бұл компьютер арзан, яғни қымбат, яғни мұнда жекеше тұр. Yes, I'm not from, яғни мен Ұлыбританиялық емеспін. I'm not. Бесінші, мен, яғни сен 12 жаста емессің дегенде you aren't, яғни сен, яғни youға а жалғауымен not жалғауын қосамыз. Алтыншы, I am. Жетінші тапсырмада бізде сенің итің биік емес, isn't. Сегізінші, my friends, менің достарым, яғни көпше түрде тұр, а жалғауымен жасаймыз. Екінші тапсырмада бізде бірінші, яғни болымды және болымсыз түрлерін қоятын боламыз. Бірінші тапсырмада my friends, яғни көпше түрде тұр, а жалғауымен. Екінші тапсырмада this meal, яғни болымсыз түрін жазамыз, isn't. Үшінші тапсырмада Нұрай және Газиза, яғни жылдам, көпше түрде тұр, яғни екі адам. Төртіншіде I am not. I am not. I'm not. Бесіншіде менің сүйікті, ол менің сүйікті актерім, is жалғауымен жасаймыз. Келесі тапсырма. Exercise. Үшінші тапсырма. Яғни бұл музыка, яғни қорқынышты. Жоқ, бұл ондай қорқынышты емес. Бұл маған ұнайды, яғни бұл күшті деп аударылып тұр. Бірінші тапсырмада. Бірінші бізде іңкәр. Футбол және регби пыстырарлық ойын дейді. Жоқ, тоже көпше түрде жазаймыз. Not. Екінші тапсырмада Леонардо Ди Каприо австралиялық. Жоқ, he isn't. Ол австралиялық емес. Үшінші тапсырмада сен танымал емес студентсің. Жоқ. I am not. Төртінші тапсырмада сен жасың 9-да. Біз 9-да емеспіз. Біздің жасымыз 10-да. Бесінші тапсырмада, яғни шахмат оңай ойын. Жоқ, шахмат оңай емес, isn't.
шахмат оңай ойын емес, бұл қиын. Алтыншыда ол мұғалім. Ол мұғалім емес. Жетінші тапсырмада сен жаңадағы би клубынан сынбас жоқ. Сегізінші тапсырма Айша және Марал мектептен келді. Келесі тапсырма бізде төртінші тапсырма. Төртінші тапсырманың біріншісі. Бізде яғни мына сөздерді құрастырып сөйлем құрайтын боламыз. Төртінші тапсырманың бірінші жаттығуында, яғни сөйлем құраған кезде my best friend, яғни менің досым, ол клубта емес, ол қазір мектепте или үйде деп жазуға болады. Екінші, менің кітаптарым еш пыстырарлық емес, олар қызықты. Менің классымдағы студенттер, яғни класстастарым, еш пыстырарлық емес, олар қызықты. Бесінші, менің мектебім ескі емес, ол жаңа тесттер қиын емес, олар оңай. Және футбол бұл жаңа ойын түрі емес, бұл ескі ойын түрлерінің бірі деп жазуға болады. Енді бізде бесінші тапсырма өте оңай. Бесінші тапсырмада ереже білсек, оны жазу өте оңай болады. Бұнда on және at жалғауын қашан қолданатыны жайында. Яғни on жалғауын әрдайым апта күндерінің алдында, ал at жалғауын сағаттың алдында қоямыз. Яғни мұнда сіздерге күнделік берілген, күнделікті қай жерлерге бару керектігі. Лияның күнделігі, мысалы, бірінші тапсырманы орындап көрсетейін. Ары қарай сіздерге оңай болады деп ойлаймын. Бірінші тапсырмада, яғни оған Monday, яғни дүйсенбі күні барады, сағат 5:00-де. Яғни он жалған жасаймыз. Және Monday сағат 5-те. 5 o'clock. Дәл осылай ары қарай жалғастай берсеңіздер болады. Бұл жаттығу өте оңай. Каналымдағы видеолар ұнаса лайк басып отырыңыздар. Және каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.